салыстырма Алматы қаржы құқықтық және технологиялық колледжінің білім алушылары. Практикалық сабақ. Салық және салық салу пәні бойынша. Тақырыбы көлік құралдар салығы. Екінші курс есеп және аудит мамандығы. Пән оқытушысы Хасенханова Бағлан Нұрбақытқызы. Сабақтың мақсаты: білімділік, көлік құралдарына салынатын салық және оның маңызы туралы ұғым қалыптастыру. Дамытушылық, көлік құралдарына салынатын айлық есептік ставкалары туралы түсінік қалыптастыру. Тәрбиелік, әр көліктің пайдасын айта отырып, еңбекқорлыққа баулу. Көлік құралдарына салынатын салық мемлекет пен көлік құралдары арасындағы экономикалық қатынасты реттейтін салық. Көлік құралдарының иелері көлік құралдарын иемдену барысында республиканың автокөлік жолдарын пайдаланады. Ал осы автокөлік жолдарын қаржыландыру мемлекеттік бюджеттен жүзеге асырылады. Сондықтан да көлік салығының экономикалық мәні зор. Көлік құралдарына салынатын салық тікелей нақты салық болып табылады. Меншік құқығындағы салық салу объектілері бар жеке тұлғалар және меншік шаруашылық жүргізу не оралымды басқару құқығындағы салық салу объектілері бар заңды тұлғалар, олардың құрылымдық бөлімшелері көлік құралдарына салынатын салықтың төлеушілері болып табылады. Лизинг алушы қаржы лизингі шарты бойынша берілген салық салу объектілері бойынша көлік құралдары салығын төлеуші болып табылады. Мыналар көлік салығын төлеушілер қатарына жатпайды. Қазақстан Республикасы үкіметі белгілейтін көлік құралдарына қажеттілік нормативтері шегінде бірыңғай жер салығын төлеушілер. Меншікті ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіруге пайдаланылатын мамандандырылған ауыл шаруашылығы техникасы бойынша бірыңғай жер салығын төлеушілерді қоса алғанда ауыл шаруашылығы өнімдерін өндірушілер, мемлекеттік мекемелер, салық салу объектісі болып табылатын бір автокөлік құралы бойынша Ұлы Отан соғысына қатысушылар және соларға теңестірілген адамдар. Салық салу объектісі болып табылатын бір автокөлік құралы бойынша меншігінде мотоколяскалары мен автомобильдері бар мүгедектер. Салық салу объектісі болып табылатын бір автокөлік құралы бойынша Кеңес одағының батырлары мен социалистік еңбек ері. Халық қаһарманы атағын алған, 3 дәрежелі даңқ орденімен және отан орденімен наградталған адамдар. Ардақты ана атағын алған, алтын алқа, күміс алқа алқаларымен наградталған көпбалалы аналар. Ауыл шаруашылық құрылымынан шығу нәтижесінде пай ретінде алынған, пайдаланған мерзімі 7 жылдан асқан жүк автокөліктері бойынша жеке тұлғалар. Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіркеуге жататын және есепте тұрған көлік құралдары тіркемелерді қоспағанда салық салу объектілері болып табылады. Мына көлік құралдары көлік салығының салық салу объектілері болып табылмайды. Жүк көтергіштігі 40 тонна және одан асатын карьерлік автосамосвалдар, мамандандырылған медициналық көлік құралдары. Көлік құралдарына салынатын салықты
есептеу айлық есептік көрсеткіштермен белгіленген мынадай ставкалар бойынша жүргізіледі. Двигатель көлемі мынадай жеңіл автомобильдер, яғни текше сантиметр. 1100-ге дейін қосалғанда 4, 1100-ден жоғары 1500-ді қоса алғанда 6, 1500-ден жоғары 2000-ді қоса алғанда 7, 2000-нан жоғары 2500-ді қоса алғанда 12, 2500-ден 3000-ді қоса алғанда 17, 3000-нан жоғары 4000-ді қоса алғанда 22 және 4000-нан жоғары 117. Жүк көтергіштігі мынадай жүк таситын арнаулы автомобильдер тіркелімдерді есептемегенде. 1 тоннаға дейін қосалғанда 6, 1 тоннадан жоғары 1,5 тоннаны қоса 9, 1,5 тоннадан жоғары 5 тоннаны қоса 12, 5 тоннадан жоғары 15. Шынжыр табанды машиналар мен механизмдерді қоспағанда өздігінен жүретін машиналар мен пневматикалық жүрістегі механизмдер 3. Автобустар 12 отыратын орынға дейін қосалғанда 9, 12-ден жоғары 15 және 25 отыратын орынды қоса 14, 25 отыратын орыннан жоғары 20. Мотоциклдер, мотороллерлер, мотошаналар, көлемі шағын кемелер, двигателінің қуаты 55 киловольттан артық емес. 1. Мотоциклдер двигателінің қуаты 55 киловольттан жоғары 10. Катерлер, кемелер, буксирлер, баржалар, яхталар двигательдің қуаты мынадай ат күшіне тең. 160-қа дейін қосалғанда 6, 160-дан жоғары 500-ді қоса 18, 500-ден жоғары 1000-ды қоса 32, 1000-нан жоғары 55. Ұшу аппараттары әрбір киловатт қуатты айлық есептік көрсеткіштің 4%-ын құрайды. Жеңіл автокөліктердің 7 айлық есептік көрсеткіш ставкасы бойынша салық салынатын двигателінің көлемі 1500-ден жоғары 2000 текше сантиметрді қоса 12 айлық есептік көрсеткіш ставкасы бойынша салық салынатын 2000-нан жоғары 2500 текше сантиметрді қоса 17 айлық есептік көрсеткіш ставкасы бойынша салық салынатын 2500-ден жоғары 3000 текше сантиметрді қоса және 22 айлық есептік көрсеткіш ставкасы бойынша салынатын салықтан двигателінің көлемі 3000-нан жоғары 4000 текше сантиметрді қоса алған көлемде болған кезде салық сомасы двигательдің аталған көлемінен асқан әрбір бірлік үшін 7 теңгеге ұлғайтылады. Салық төлеудің белгіленген мерзімі аяқталғанға дейін пайдалану мерзімі 6 жылдан асқан жеңіл автокөлік құралдары бойынша мынандай түзету коэффициенттері қолданылады. ТМД елдерінде шығарылған автокөлік құралдары үшін 6 жылдан 15 жылға дейінгі қосалғанда 0,3, 15 жылдан жоғары 25 жылды қосалғанда 0,2, 25 жылдан жоғары 0,1. Двигатель көлемі мынадай басқа автокөлік құралдары үшін 3000 текше сантиметрге дейін қосалғанда 0,5, 3000-нан жоғары 4000 текше сантиметрді қоса 0,7, 4000-нан жоғары 1. Пайдалану мерзімі 20 жылдан асқан ТМД елдері шығаратын жеңіл автокөліктер мен мотоциклдер бойынша жеке тұлғалар үшін түзету коэффициенті 0. Үйге тапсырма. Көлік құралдар салығы тақырыбын оқып келу.